Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды барлық құзырлы орган басшыларының басын қосып, өңірдің сейсмикалық қауіпсіздік мәселелеріне байланысты жиын өткізді. Әкім жауапты сала басшыларына бұл бағыттағы жұмыстарды күшейту туралы нақты тапсырмалар берді. Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Асқар Төлешевтің баяндауынша, қазіргі таңда төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан жер сілкінісі болған жағдайда іс-әрекет алгоритміне Алматыдағы орын алған жағдайды ескере отырып өзгеріс енгізуде. Осы алгоритмге сәйкес облыстың жер сілкінісі болған жағдайда іс-әрекет алгоритмі әзірленіп бекітілді. Түркістан облысы сейсмикалық қауіпті өңірлер қатарында. Бұл есеп республика деңгейінде әзірленіп сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес негізделген. Жиында зілзала қаупі жоғары таулы аймақтарда апаттан қорғану бойынша жұмыстарды мұқият қайта қарау жайлы айтылды. Сала бойынша бір неден жинап, не істеу керек, қандай жасау керек, солар барын жинап, осындай жиынды өткізіңіз. Түсінікті. Жеке өзіңіз барып, солардың барын түсіндіріп. Жер сілкінісі бойынша бағана оповещение болса, бізге де беретін болсын. Сосын разломдар бойынша карталар бар шығар, олардың өздерін зерттеген. В общем, обмен опытын жасау керек қой бәрінде. Өйткені Алматыдағы жағдай басқа, біз өңірдегі жағдай басқа болуы мүмкін ғой. Әсіресе мына жекеменшіктер. Жекеменшіктер. Жекеменшіктер соғып атқан ғимараттарға оны қатты қарау керек. Сол бойынша сіздерде мына системаны турлау үшін бір ұсыныстар бар ма сіздерде? Соған сәйкес әрбір басқарманың біздегі мысалы денсаулық болса, соны өзінің алгоритм болу керек. Оны әрбір аудандағы поликлиника және бас дәрігерлер бар ғой, ауруханада. Солар барлығы біліп отыру керек. Осындай жағдайда не істеу керек деген сияқты. Мынау транспорт басқармасы ғой. Сіздер де білу керексіздер. Осындай жағдай болғанда не істеу керек деген сияқты. Әрбір тасымалдаушы тағы басқаларда. Жаңадан соғылып жатқан сондай нысандарды біз қолға алу керекпіз ғой. Заңсыз соғып атқан, жобасыз соғып атқандар өте көп. Кейбіреулер нысанды соғып алады да, жобаны кейін жасайды. Жер сілкінісі болған кезде халық білу керек, не істеу керек екен, қайда бару керек екен. Соғы бірінші кезекте. Ары қарай азық-түлік, денсаулық басқармасы әрқайсысын жасау керек. Білім саласында мектептерде не істеу керек екенін оны қарау керек. Жер сілкінісі кезінде іс-әрекет алгоритмі болуы керек. Жиында халыққа жер сілкінісі болған жағдайда қалай қимылдау керек екенін үйрету бойынша жұмыстарды күшейту жолдары айтылды. Бүгінгі облыста жер сілкінісін анықтайтын 4 сейсма станциясы бар. Бізде орналасқан қазіргі кезде бұл Байдыбек ауданы, Түлкібас ауданы, Жетісай ауданы, Төле би ауданында. Соңғы 5 жылда Түркістан облысында 34 рет жер сілкінісі орын алған, оның 13 рет ол 2 балдан жоғары болған. Зардап шеккен халық пен ғимараттар орын алмаған. Департамент пен облыстағы көп қабатты ғимараттардың жағдайына тұрақты мониторинг жүргізілуде. Қазіргі сейсмалық нығайту қажет ететін ғимараттар танылмаған. Апатты деген танылған 24 ғимарат бар, оның ішінде 13 көп қабатты үй, 8 мектеп, 2 аурухана, 1 балабақша. Түркістан облысының 2023 жылға арналған халықты және мамандарды азаматтық қорғау саласында оқыту жоспарына сәйкес оқу курстары 4,5 мыңға жуық сейсмикалық оқу жаттығулары өткізілген. Жұмыстар әрі қарай жалғасады. Төтенше жағдайлар департаменті тарапынан мектеп оқушыларын төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерге үйрету мақсатында 53 мыңнан астам қатысушыны қамти отырып, 402 интерактивті сабақтар жүргізілді. Қауіпсіздік мәдениетін ерте жастан бастап қалыптастыру аса маңызды. Өйткені тұрғындардың ересек тобына жеткізу біраз қиындық тудырады. Мұндай шараны алдағы уақытта жиі өткізу жоспарлануда. Әр мектепте төтенше жағдайлар жөніндегі министрлер жұмыс істейді. Олармен бейне және офлайн түрінде түрлі кездесулер өткізіледі. Өткен жылдың ішінде облыс орталығындағы мемлекеттік мекемелерде жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер туралы түсіндірме жұмыстар жүргізілді. 1 наурыз азаматтық қорғаныс күніне орай республикалық жер сілкінісі бойынша оқу жаттығу өткізу жоспарлануда. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, АРТ-ТВ жаңалықтары.